Arзан 130 миллион келісімі бар, пайғасы бар. Ажайып таза жай бүгіннен бастап сатылуға қойылмақта. Міне осындай таза есіктерден бастырылған, жайымыз 100% қолданған, жақсы материалдардан қолданған потолоклар темір каркаслардан көріп тұрсыз. Бағасы 130 миллион, қатып қалған бақа емес, срочно бүгіннен бастап сатылуға қойылмақта. Жайымыз Тақияташ районы, Әлім ауылда жайласқан. Әлім ауыл жолдың бойында радар бар, тағы да детсад бар, тазадан салынған. Соның артындағы екінші көшеде жайласқан. Бұл жақ кухня, канализационный системасына турбалар тастап кетілген. Міне тоғы, газы, суы, интернеті барлығы үйдің алдынан өтіп тұр. Өздеріңіз тартып аласыз. Бұл жақты ламинат пол қыламан деп проектте полламай кеткен екен. Міне көріп тұрсыз. Холы шайшып отырасыз. Бірінші, екінші комната, тағы да кухня. Сырт тарап жері 4 сотық. Тақияташ, Әлім ауыл, таза поселка, таза елат. Погодасы жақсы жерлер. Міне залы ажайып темір каркаслардан, полланған жақсы поллардан, аквайналар, барлығы зор. Фундамент беккем, сүйегі беккем жайлардың біріне. Осы есіктің өзін 1 миллион 800-ге қойдырған екен. 3 есікті қойдырған. Міне таза есіклерден замоклары бар екен. Міне бұл спальня қылсаңыз болады, ямаса мини зал қылсаңыз болады. Келеміз, саудаласамыз. Тақияташ районы, Әлім ауылдан осындай таза жай іздеп жүрген жора жолдастарға жіберсеңіз болады. Шипырланған тек тоғы, газы, интернет, кішігірім малярка береді, соменен көшіп келе берсеңіз болады. Осындай шебіні бар, Қаратаудың таслары бар. Міне фундаменттер беккем, шипырланған. Ажайып жай. Бұл жақты қосып гараж қылып алсаңыздан болады. Қоңсы қобалар барлығы көшіп келген. Міне Әлім ауылда таза детсад бар. Соның аржағы үлкен трасса, яғни Нөкіске, Тақияташқа қарап шығып кете бересіз. Мектеп, бақша барлығы түбінде жайласқан. Жері 4 сотық, 2 комнаталы, кухнясы бар, полланған. Арзан бақада 130 миллион, қатып қалған бақа емес. Срочно бүгіннен бастап сатылуға қойылмақта. Маклер Қарақалпақстан тек қана сіздің қызметіңізде, біздерді көруде. Дауым етің, төмендегі номерге хабарласың. Әммеге осындай жайлар бұйырсын, ішінде тойлар болсын. Қазірден